Сәлем гүлсүйетін қауым. Менің Гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге пересадка жасамай гүлдердің егер жағдайы жақсы болса, гүлдің жағдайы тамыры горшокқа толмаған болса, қалай топырағын жаңарту керек, соны көрсетейін деп тұрмын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қолдап отырыңыздар. Егерде сіздерде үй гүлдеріңіздің тамыры горшокқа толмаған болса, астынан тамыры шығып кетпеген болса, жағдайы жақсы, ауырмай, жақсы өсіп жатса, сіз оның топырағын жаңарта аласыз. Бірақ оны пересадка жасап емес, қазір мен сіздерге көрсететін боламын осы видеода. Солай жаңартсаңыз болады. Ол кезде ол гүліңіз, негізінде гүлдер пересадка жасаған кезде стресс алады. Мен барлық видеомда айтып отырамын. Стресс алған гүлдерге эпин шашып, бір күн, екі күн эпин шашып сәл көмектесіп жіберу керек. Себебі кейбір гүлдер қатты стресс алғандықтан астындағы жапырақтарын бәрін тастап жібереді. Сондықтан эпин шашып, өзіне сондай гүлдерге арналған стресске қарсы препараттар көп, соларды шашып пайдалансаңыздар болады. Өзінің сыртында қаншаға қанша қосатыны бәрі көрініп тұрады. Бұны не үшін жаңартамыз топырақты? 1 жыл тұрады, 2 жыл тұрады, уже гүл нормальный горшокта, бәрі жақсы, ешқандай тамыры шығып, симай тұрған жоқ. Бірақ топырағының құнары кетеді. Сол үшін бұның топырағының құнары кеткеннен кейін, жаңағы өзі көрініп тұрады топырақтың құнары кеткені. Сол кезде қат бетіп аударып, прям басқа горшокқа ауыстырып пересадка жасамай-ақ, бетіндегі топырақтарын қазып-қазып, абайлап қана қазып-қазып, даққа ғана қазып-қазып аласыз. Кішкене біразын алып тастайсыз. Енді астындағы тамырларына зиян келтірмей, мен жапырақтары, реоның өзі жапырақтары портсынғыш болады. Сәл тиіп кетсең сынып қалады. Бір жапырағы сынды. Енді осылай жай ғана қазып-қазып аласыз беткі топырақтарын. Өзінің қазылғанына дейін қазып аласыз. Себебі ары қарай уже тамыр ашылып кетеді. Сол тамыры қатты ашылып кетпесін, және де тамырға қатты зиян тимесін. Реоның өзінің тамырлары өте нәзік, майда болып келеді. Кәдімгідей жуан тамыр болмайды бұларда, нәзік болады. Одан кейін реоны пересадка жасағанда қатты стресске түседі бұлар. Тез солып қалады. Бұл егер рео гүлінің күтімі сіздерге керек болса, кеше бір көрерменім комментарийға жазыпты, енді рео гүлінің күтімін шығарыңызшы деп. Көп адамдар менің каналымнан видео көрген кезде, бір видеоны көреді, мысалы каналда қанша 50-60 шақты видеом бар ма, бәрін қандай гүлдердің күтімі бар екен, ашып көрмейді екен. Соны мен сіздерге айтарым. Каналымдағы бар видеоларды көріп, өздеріңізге керек видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Осы реоның да менің каналымда үй жағдайында күтімі бар. Толық айтылған, толық жазылған. Мінекей, осылай кішкене қазып аласыздар. Міне уже тамыры көрініп тұр, байқасаңыздар. Енді осыған дайын свежий топырақты үстіне қайтып салып, әдемілеп, сілкіп, жаңағы ашық ауа қалатындай жер қалмау керек. Салып қоясыздар. Кейін қазір мен алдымен топырақты, свежий топырақты алдымен намдап аласыз. Осылай даққа ғана әдемілеп салып шығамыз. Салып болғаннан кейін бірден суғармаймыз. Себебі топырақтың өзі намы бар. Қандай гүлді пересадка жасамасаңыз, алдымен топырақты кішкене намдап аламыз. Не үшін намдап аламыз біз топырақты? Намдап алған топырақта, мысалы, сіз бір күн, 2 күнге шейін су құймасаңыз, гүліңіз нормальный, әдемі болып тұра береді. Ал егер топырағыңыз құрғақ болса, оған су құюға тура келеді. Тамыры кеуіп қалмас үшін су құюға тура келеді. Мінекей, бетіне топырақ салып қойдым. Кішкене сілкіп, онша-мұнша жерлеріне кіргізесіздер. Абайлап, үстіп бетіндегі топырағын түсіріп аласыздар. Мен барлық гүлдерімді осы каналымда байқасаңыздар, үйдегі өзімнің барлық гүлдерімді пересадка жасап, тамырларының бәрін ашып сіздерге көрсеттім.
олар әп-әдемі болып қазір өсіп тұр, уже стресстен шықты. Тамыр жапырақ тастап стресс алғандары да болды арасында. Енді мен реоны пересадка жасамай тұрмын. Неге? Себебі түріне қарасаңыздар жақсы, бодрый, әп-әдемі болып өсіп тұр. Ешқандай артық тамыры толып, бір ненің горшоктың астынан шығып, бүйтіп неғып тұрған жоқ. Сондықтан мен бұны өзінің ыдысы өзіне лайықты. Сол үшін мен сіздерге осылай да жаңарту керек екендігін видеода көрсетейін дедім. Мінекей, егер гүлдеріңіздің жағдайы жақсы болса, ауырмай тұрса, тамыр сізден үлкен горшок сұрап тұрмаған болса, осылай свежий топырақ бетіне ғана салып жаңартсаңыз болады. Бұдан уже су құйғаннан кейін осы свежий топырақтың витамині гүлге дариды, одан ары қарай өзі жаймен өсе береді. Ал полный тамырын ашып, пересадка жасасақ та болады. Бірақ қазір данный момент менің реома ондай пересадканың керек жоқ. Себебі горшогы үлкен, өзіне лайықты. Тамыры қатты тырысып толып тұрған жоқ. Сондықтан сізде үйде осындай гүлдеріңіз бар болса, пересадка жасамай бетіндегі топырақтарын алып, даққа ғана свежий топырақ құйып қойсаңыз болады. Бұлдан негізі пересадканың бір түріне жатады, себебі болады ғой, мысалы ағаш болып, кәдімгідей 2 метр, 3 метр биіктікке өсіп кеткен шифлера, мысалы пальмалар, или болмаса сондай драценалар, ең дәу болып, биік болып өсетін фикус лирата, мысалы өте үлкен ағаш болып өседі оларда. Сондай гүлдерді основном үстіп, оларды үлкейген сайын үлкен горшокқа отырғызасыздар. Енді одан ол қайта жылда пересадка жасағанға сіз енді ол болмайды. Себебі неғұрлым үлкен гүл болған сайын оның тамырына тисе берсеңіз, ол да стресс алады. Сондықтан осылай ғана бетіндегі топырақтарын жаңартып отырсаңыздар болады. Мінекей, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап комментарияға өз гүлдеріңіздің жағдайын сұрасаңыздар болады. Мен қуана жауап беремін. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Өздеріңіздің үйдегі гүлдеріңіздің топырағын жаңалап, осылай ауыстырып жасап көрсеңіздер болады. Көктемге дейін жаңа топырақтан жаңа дәрумен алып тұрады.